Танысып қойыңыздар, бұл Аарон Фоторингем, көпшілікке Виллс лақабатымен танымал. 21 жастағы экстремал Лас-Вегас қаласында туылған. Дүниеге келген сәтінен бастап бел жарақатына душар болған ол мүгедектер арбасына таңылады. Алайда бұл жағдай оған мынадай керемет әрекеттер жасауға еш кедергі емес. 8 жасқа келгенде Аарон толықтай арбаға танылды. Сол уақытта ағасы скейтбордпен айналысып көшеде сайыстарға түсетін. Бауырының бұл ісіне қатты қызығып, тек оны сырттай ғана бақылап отыратын. Арада біраз уақыт өткен соң ағасы оған арбадағы дөңгелектер арқылы да тамаша трюктер жасауға болатындығын айтады. Бұл сөздің ақылға сиятындығын ұққан Аарон сол сәттен бастап экстремалға толықтай бет бұрады. Өзіне арнайы арба жасатып, скейт шеберлерінің тәжірибесі арқылы жаттығуға кіріседі. Әдіс жасау барысында арбамен жерге сәтсіз түсіп құлап та жатады. Осындай сәттерде ызаға булығып, соңына дейін күресуді мақсат тұтады. Орнынан тұрып, сәтсіз аяқталған трюгін нәтижелі аяқтамайынша тыным таппаған. Өзіне деген нық сенім оны алға жетелеп, тынбай еңбек етуге күштеді. Көздегеніне жету үшін бастысы еңбек екенін ұққан экстремал алған бетінен қайтпады. Келеңсіз жағдайларды жеңіп шығу үшін әзілді керемет түсінетін мінезі оған көп көмегін тигізді. Қазіргі таңда Аарон әлемнің үздік экстремалды фристайл шоуларының жұлдызы және құрметті қонақ ретінде шақырылады. Ол үшін мүмкін емес деген нәрсе жоқ. Осы уақытқа дейін бірде-бір адам мүгедектер арбасында отырып жасамаған әдістерді өзі жасап тарихқа атын қалдыруды мақсат тұтуда. Өзінің жеке сайтында айналысып жүрген ісін соншалықты қатты жақсы көретіндігін де айтқан. Жетістікке жету үшін кәсібіне деген махаббаттың үлкен рөл атқаратындығы осының дәлелі. Сондай-ақ бұл жай ғана ләззат алу ғана емес, мүгедектер арбасына таңылған жандарға деген әлемнің көзқарасын өзгертіп, мәселелеріне тек бір жақты қарамай, жетістікке жету жолында басқа да бағыттарды қарастырған жөн деп мотивациялық кеңес береді.